Жер ананы жылмалауды қояйық. Бүгін көкжайлауды қорғау қозғалысының жетекшілері осылай деп кезектірет дабыл қағуына тура келді. Айтуынша, Іле-Алатау қорық аумағында орналасқан көкжайлауды демалыс орны етудің табиғатқа орасан зардабы тиетін дәлелдейміз дейді. Толығырақ тілші материалында. Алматыдағы Іле-Алатау қорық аумағы демалыс орны болуға жарамайды. Бүгін көкжайлауды қорғау қозғалысының жетекшілері осылай деп баспасөз отырысын өткізді. Айтуларынша, бірер күн бұрын елбасына хатта жазғанбыз дейді. Бірақ өкініштісі, сиясы кеуіп үлгермеген шағымымыз мемлекет басшысының қолына жетпеді деп отыр. Біз көкжайлау спорттық кешені болуға жарамайды деп айтудан жалықпаймыз. Тіпті өзіміздің сөзімізді елбасына жеткізу үшін осыдан бірер күн бұрын 1200 адамның атынан хатта жазып жібермекші болған едік. Алайда ол сөмкедегі қағаздың бірін белгісіз біреулер ұрлап кетті. Ал табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелис Хамзаұлы, біз қайтсек те көкжайлау спорттық кешенінің салынуына жол бермейміз дейді. Көкжайлау келешекте спорттық кешен болады деген құр бекер сөз. Себебі Алматы құрылмай тұрып, ата-бабамыз сол көкжайлаудың басында көшіп қонып жүрген. Сол себептен тарихи орынға демалатын орын салу бекер. Қазіргі таңда болашақтағы көкжайлау спорттық кешенінің барлық үлгісі мен жобасы сызылып қойыпты. Тіпті алдын ала есеп бойынша мемлекеттік бюджетке 1 миллиард долларға дейін түсім түсіреді. 5000 жаңа жұмыс орны ашылады деп те жоспарланған. Ал табиғат жанашырлары бұндай әрекеттің заңсыз екенін алда дәлелдейміз дейді. Нұрсейіт Жылқышыбай, Серік Қаржаубай, Қазақ Ньюс, Алматы.